Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Балалығым ұрланған ауылға барғым келмейді. Жақындары қорлаған келіншек қатыгез адамға айналған. Айтуынша бала кезінде әкесінің қарындастары күн көрсетпеген. Маған папамның 56 жылғы марқұм қарындасы, 63 жылғы тірі қарындасы жаман сөздер көп айтатын. Әлі мектепке бармағанмын, әлі есімде, әй сайқал, әй жәллеп, амыңды айрам салдақы деп сөйлейтін. Ауыздары жаман еді. Кейін қыздары жүкті болып шықты байға. Кейін ажырасып үйіне келді кезек-кезегінде. Ана 56 жылғы қарындасының қызы қайтыс болды. Бұл туралы есейгенде, міне 3-4 жыл болды, ойланам. Сөздің киесі қарғыстың иесі болады екен ғой деп. Қарындастардың қорлығына бөлек, шешесінің де ауыр жұмыстарға салып қойғанын жазыпты. Шешем сыпырғышпен сабайтын, ауыр пәлекетпен су тасытып, дәу үйдің сыртын толық лаймен сылататын. Кішкентай 5-6 оқитын баламын. Сиыр сауғызады, өзі мұздай тамда теңкейіп ұйқыны соғады. Күрпілдетіп көбі-көбі айран пісірем, құрт қайнатам, өкшем жарық-жарық тілінген. Сабақты жөнді оқытпайтын, дрожжыға жуғызатын, сығуға қолымның әлі келмесе де жыңғылмен ұратын. Сол ауыр жұмыстан грижам бар. Соны емдетпей-ақ дүниеден бозды шешем, жәні жәннатта болсын. Күңсің деп бетіме ашық айтатын. Басқа қатарластарым бала болып ойнап, желкілдеп жүрсе, мен бейшара үйдің тірлігімен бас көтермей туғынмын дейді. Ең сорақысы өгей ағасы ұйықтап жатқанын пайдаланып зорлық көрсеткен. Соның кесірінен күйеуі тастап кеткен. Бір күні жазда түн іші қатып ұйықтап қалыппын. Кіші дәретке шығайын деп тұрсам, үстімде өгей ағам жатыр. Іш киімім жоқ. Соны шешем айтып едім, одан сайын ұрды. Солай үнемі қайталанатын. Әкем егіс басында айтайын десем, түнде келеді. Жүрегім аузыма тығылып, жаман жасық қорқақ болып өстім. Не керек кейін бәрі оңбады, бірақ менің жүрегім тілім, қатты болып кетті. Тек қана жақсы мейірімді жаққа бет бұрғызған кішкентай ғана қызым. Оның да әкесі кемшілігімді бетіме басып тастап кетті. Бұл өмір ғой, тоқтамайды. Уақыт емші екен ғой. Қалай емдегенін өткен соң білесің, түсінесің. Мен Алладан ғана сұраймын үнсіз. Бар мұңымды соған айтам. 2-3 күн өтпей жақсы жауап береді, сосын қуанамын. Себебі мені жақсы көреді екен. Қаншама сынақты еңсіреп, өзіме қол жұмсамағаным үшін қазір балалығым ұрланған ауылға дым барғым келмейді. Себебі сол жоғарыда жазғаным деп жазды ол. Міне, құрметті көрермендер, егер тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.